аға шейік. Гуан Саңғұн, Жан Саңғұн, сіздерді ем шақырып жатыр. Апырай, бұл... Не жұмыс? Шақудың қалың қол бастап келік балды. Келсе жақсы болған екен. Ақыры келген екен, Әй, ағам айт, жаудың алдынан Күңмин шықсын. Жау қаптап келе жатса, бұл қайткендеріңіз? Тез бармайсың ба? Хей! Інім, кел. Інілерім, сау-сау қолы фәншінға таяқ қалыпты. Арақ ішіп отырсыңдар ғой. Тезірек соғысқа дайындалыңдар. Әй, аға, жаудың бетін қайтаратын бір амалым бар. Сенің амалың бар ма? Бар. Әрине бар. Бірақ менен ақыл сұраған емессіз. Мен жасқан шақпын. Айдудан ұяламын. Тезірек айтпайсың ба? Аға, судан пайдаланбайсыз ба? Су? Не қылған су? Ағам, балық. Күңмин су емес пе? Сау-сау қолы келіп қалды. Дереу суды ағызып, жау жасағын тұншықтырып өлтірейік. Аға, бүйтпеңіз. Ақылда Күңминге, қайратта сендерге сенемін. Қалжыңдасатын уақытым жоқ. Тезірек жасақты дайындаңдар. Інім, болды енді. Қаруыңды даярла. Сормаңдаймыз ғой, сормаңдаймыз. Ағамыздың есіне жау таяқ қалғанда түсеміз. Әй, маңдайым тайқы ғой менің. Сормаңдаймын. Күңмин, Үйенчаң мен Иді ханға сәлем бермейтін батырлар. Осы шайқаста абыройыңызды асырсаңыз, оларды өзіңізге қаратасыз. Түсіндім. Менің бір өтінішім бар. Ием, мөріңізді маған 10 күнге бере тұрсаңыз. Ол болмаса, мына 2 Саңғұн тілімді алмайды. Күңмин, 10 күн жете ме? Жеті басады. Жарайды. Күңмин, абай болыңыз. Мөрсізде тұрсын. Мен әміріңізді тыңдаймын. Алаңсыз болыңыз, ием. Гуан Саңғұн, Жан Саңғұн, ақылшы әмірім тыңдасын деп сіздер шақырды. Күңмин расында бізге қолбасшылық ететін болды ма? Онда қақыңыз болмасын, өзіміз соғыса берейік. Болмайды. Әскери жарылқанатта ғой болмайды. Сонда не деп оттап отырғанын түсінеміз. Жүрейік. Иеме сәлем! Сау-сау қолы келіп қалды. Қанды соғыс басталғалы тұр. Сардарлар, ақылшының жарлығына бойсыныңдар. Болмаса, заң бойынша жазаланасыңдар. Ләппәй! Сау-сау қолы Боваң қапталынан өтеді. Боваңның сол жағы Ишан тауы, оң жағы Әллин орманы. Соның барлығынан торыл құруға әптен болады. Гуайи, жарлығымды тыңда. Мың сығай қолмен Ишанға барып торылды. Сау-сау қолы келгенде өткізіп жібер. Оның астық жем-шөбі қалайда соңынан жүреді. Оң жақтан өрт шыққанда қолыңды бастап тап бер. Қырғын салуға қызықпай, алдымен сау-сау қолының астық жем-шөбіне өрт қой. Осы өрт оның шегінетін жолын тосады. Білдім.
Жаңфый, тыңда. Сен мың ірікті қолды бастап, әлнинге барып бекіні сал. Оң жақтан өрт көтерілгенде қолыңды бастап лап қойып, Бован қаласына төте тарт. Сау қолы, Бован қапталында деп едің ғой. Мені неге қалаға жібересің? Бір сөзіңе қайшы ғой. Сау қолы Бован қапталынан шабуыл жасайды. Бірақ Бован қаласында тұрады. Оның астық шем-шөп қару-жарағы түгелдей сол қалада. Соны түк қалтырмай өртейсің. Гуанпин, әмірімді тыңда. Бармын. Сен 500 жасақ бастап өрт қоюға дайындалып, Бован қаласының артында бұйрық күт. Жаңфый қолы жеткен соң өрт қой. Латпай! Мифаң, әмірге құлақ сал. Бармын. Тізгін үшімен Пәншін қаласына барып, жауынды шақыр. Ол қолын бастап алдың шепке барсын. Сау қолмен шайқасқанда жеңіліп шегісін, жеңуіне болмайды. Әміріңізге құлдық. Ием. Бармын. Сіз 3000 атты жасақпен соғысты бақылаңыз, көмек беруге дайын тұрыңыз. Айтқаныңыз болсын. Ақылшы, бәріміз түп қатарлы жауға аттанғанда, өзіңіз не істейсіз? Мен қалада отырып, бекіністі қорғаймын. Ой, пырай! Біз жанымызды шүпіреке тиіп соғысқа аттанғанда, сен үйде шай ішіп отыратын болдың ғой. Не деген рақат? Ием, мөр маған берді. Әмірге қайшы келгендердің бас алынады. Отындайла, жақсы әдіс ұзақтағы шайқастың жеңісін белгілейді. Қарсы келгендердің бас алынады. Саңғындар, менің орналастыруым бойынша дереу қимылдаңдар. Әміріңізге құлдық! Айтқанын орындайық. Сәтсіз болса қайтып келіп есеп аламыз. Ол да жөн. Ием. Күңмин, сеніміңіз бар ма? Алаңсыз болыңыз. Бүгін Бован қапталының етегінен бекініс алыңыз. Ертең қас қарайғанда сау қолы келеді. Сіз бекіністі тастап, алдына түсіп зытып отырыңыз. Оңтүстіктен өрт шыққанда қайта қайрылып соғыңыз. Жарайды. Және мен Сынчан қайтпақпын ғой. Олар құттықтау қонағасына дайындала берсін. Еңбек жазатын дәптерді дайындатып қояйын. Ақылшы, соғыс басталмай құттықтауға дайындаламыз ба? Дайын отырайық, үлгірмей қалмайық. Жарайды. Қанағасы. Мырза. Теңжоуда не жағдай болды? Әкемнің науқасы асқырып барады. Көңілін сұрайын деп барсам да, Саймау кіргізбей қойды. Әкемді көрмегеніме он шақтығым болды. Саймаудың не ойлағаны бар? Саймау мен өгей шешем құпия ақылдасып жатыр. Сай әулетіндегілер түгел жиынжуға жиналды. Олардың жат ниеті бар. Қанағасы, жағдай өте қатерлі. Мен жалғызбын, жасағым да жоқ, батырлығым да жоқ. Амалдан бер құтқарыңызшы. Түрегіл. Мырза, сау қосына қаптап келе жатыр. Соған аттанғалы тұрман. Ақыл айлаға келгенде мен көңменге жетпеймін. Сен сол кісіні іздеп бар. Алымда қыл сол кісі айтсын. Оны іздеп бардым. Алайда біз Жеңжудың қонағымыз. Оның ішкісін араласа алмаймыз дейді. Көңменнің араласқысы келмесе, қыспа қалмайсың ба? Мен
жатқызаймын. Былай болсын. Бекзада. Мырза, қадам тастап күркөшеме келгеніңізді қарсыламын. Бекзада, мынау қалайша күркөше болсын. Менде де қосатын қайдағы сән дейсің. Қалай болмасын, есігімді ашқаныңыз мен үшін үлкен мерей. Бекзада шақырған соң келмеуіме бола ма? Алдымен айтып қояйын. Әкеңнің науқас жағдайын, немесе жың-жудың ырың-жырыңын айтатын болсаң, оған араласа алмаймын, дереу кетемін. Бекзада кешіргейсің. Оқас жоқ. Көн әскери айла туралы кітапты көрсетейін деп шақырғанмын. Соның күрел жерлерін көрсетіп берсеңіз. Оның жарасы жеңіл. Мархабат. Жарайды. Бекзада, ол сонда қандай кітап? 6 біріккен шеп айласы. 6 біріккен шеп айласы? Мүмкін емес. Ол кітаптың жоғалғанына 500 жыл болған. Ол кітапты Чунан патшасы әкесінің қабырына қосып көміпті дейтін. Амал нешік, Бекзада мені алдаусыратып тұр ғой. Солай. Ол кітап расында Чу патшаның қабырына көмілген. Алайда неше жылдан бері қазып алынбады дейсіз бе? Біреудің қолында кеткенде шығар. Қара көктің тұқымы қымбатқа сатып алып, дөдөгөсіне сақтап отырмасына кім кепіл дейсіз? Бекзада, ол кітап расында бар ма? Ол кітап мына ғимаратта сақтаулы. Адам баласына көрсеткен емеспін. Қанша оқысам да байыбына бара алмадым. Амалсыздан сізден сұрап отырмын. Маған үйретсеңіз қайтеді? Үйретейін. Өмірімде мен әуелі ол кітапты көре алмаспын деуші едім. Бекзада, тез көрсетші. Үстіге шығамыз ба? Білімім шанақты болса да ол кітапты көріп көз айдын болатын орай ақыры келді ау. Қанекей, үстіңгі қабатқа шығыңыз. Мырза, былай жүріңіз. Жарайды. Дәл осы кітап. Керемет. Кімнің ойына келген? Мырза! Акау, Бекзада, мұның... Сәйма өгей шешіммен астасып маған қастық жасамақшы. Амалдан құтқарыңыз. Айтып едім қой, әкеңнің науқасына, немесе жың-жудың билік таласына қатысты іс болса араласпаймын. Дереу кетуім керек. Мырза, амалын тауып мені құтқармасаңыз, маған өлімнен басқа жол қалған жоқ. Ой, Бекзада, сөзімді тыңдашы. Менің ием Лю Жіншіңнің мейіріне бөленіп, шейеді уақытша отыр. Жың-жудың отбасы кикілжіңін аралассам, еме әуре тауып бермеймін бе? Болмайды, аралассам болмайды. Бұл арада аспанға төбеңіз жерге табарыңыз тимейді. Аузыңыздан шыққан сөзді мен ғана естимін. Басқа жан баласы білмейді. Жоқ. 30 тістен шыққан сөз 30 рул елге тарайды. Басқалар білмесін десең алдымен өзің білмеуің керек. Мырза, мені құтқарғыңыз келмесе, Саймаудың қолынан өлгенше осы ғимараттан секіріп өлейін. Мен өлген соң сізде түсіп кетем деп ойламаңыз. 6 біріккен шеп айласын сізге ұсындым. Апырай. Рахмет, Бекзада.
бұл кітаптың маған керегі жоқ. Бұл кітап 3200 әріптен құралады. Мен оны жаттап алғанмын. Саған айтып берейін. Бірінші бөлімі жүрек шебі. Алғы сөзінде шеп амалының төркіні жүрек амалы. Жүрек арқылы шепті тізгіндеу, пішінді пішінсіз тізгіндеу деп жазылған. Мырза, мені құтқарыңызшы! Бекзада, тұр. Маған жауап берші. Лиу Жиңшің билік жүргізуден қалды. Жиңжудың әскери әкімшілік билігі Саймаудың қолын өтті, солай ма? Солай. Саймау аға сардар болғанымен нағыз топастың өзі. Оның қолынан тірлік жолын табу қиын емес. Мырза, жол көрсетіңізші. Есіңде болсын. Біреуге төтеп беремін дейді екенсің, алдымен оған не қажет екенін білуің керек. Саймау Жиңжуды дара билемекші. Әрине солай. Тағышы. Мен өлтірмекші. Сондай ойы бар, бірақ орындай алған жоқ. Өйткені сен Лиу Бяудың үлкен ұлысың. Сені өлтірсе, Лиу Бяудың бұрынғы қосынның қарсылығына ұшырайды. Сондықтан шарасыз қалғанда болмаса, саған қол жұмсамайды. Басқасын мен де білмедім. Саймаудың аңсап отырғаны сені өлтіру емес. Ол сені Жиңжудан тайдырып, одан кейін орайын тауып өлтірмекші. Өйткені сен оның көзіне шыққан сүйелсің. Сен күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылсаң, ана Саймау сенің арман болып жүр. Әсіресе Лиу Бяу өсиет қалдырарда сен қасында болмас екен дейді. Сонда ол өсиетті өзгертіп, еміз мұрагерлікке екінші ұлы Лиу Зыңды көрсетті деп жарияламақшы. Бекзада, егер жан сақтаймын десең, Саймауды арманына жеткізіп, Жаңшаны қорғаймын деп, Жиңжудан кетіп қал. Мен қарап отырып Саймауға билікті беремін бе? Жиңжуда тұрғаныңмен жалпы жағдайға септігің тимейді, шарасыз қарап отырасың. Жаңша Жиңжудағы маңызды қалашық. Ол арада 80 мың жасақ тұрады. Астық, жем-шөп, қару-жарақ толып жатыр. Жаңшаны меңгерсең, Жиңжуға төбеден қарап отырасың. Саймау жойдақсыздық жасаймын десе, сенен сескенеді. Міне бұл алыстан айбар көрсетіп, ауыздықтау деп аталады. Жол көрсеткеніңізге рахмет. Болды Бекзада, түрегіл. Бекзада, сатын енді әкелетін шығарсың. Мен де қайтайын. Оған қапталындағы соғыста қазір аяқтақ болған шығар. Мырза, қанекей. Ай. Мырза, ақылшы. Екі саңғын жапа шектіңіздер. Мырза, әскер жұмсауда десе дегендей боздақ екенсіз. Осы жолы сайысқа шыққанымда салсау жасақтары өзіңіз мөлшерлегендей қимылдады. Айтқаныңыздан титтей өзгеше болған жоқ. Мырза, өзіңізден кешірім сұраймын. Бұл сапарда 2000 жаудың басын алып, 1000 жаудың бетін қайтардым. Бұның бәрі сіздің еңбегіңіз. Сіздер әмірімді екетпесін деп, емнің мөрін алып, сіздерге сес көрсетпедім бе? Ұят болды, ұят болды. Олай демеңіз. Ақылшы болғаныммен дарыным шанақты, ақылым кемшіл. Бұдан бұлай екі саңғын көз қырларыңызды сала жүріңіздер. Алаңсыз болыңыз. Мырза, бұдан бұлай әбір түсірсеңіз болғаны, екетпей ат қарамын. Саңғын, бұл сөзіңізге дән риза болып тұрмын. Сынчан қонағасы дайындақ бойды. Саңғындар, мархабат. Қане, жүріңіз. Қане, бірге жүрейік. Мырза, мен сізге шарап ұсынамын. Жарайды, жарайды. Ем. Шахудың жеңіліп кетті. Енді сау-сау қалың қолын өзі бастап келеді. Ол тарақтай Шинье қаласында қалың жауға қалай төтеп бере аламыз? Қандай ойыңыз бар? Амал ғой бар. Бірақ сіз қабылдамай ма деп отырмын. Айтпайсыз ба? Лиу Бяу қал үстінде жатыр. Жиңжу ертеме кешпе болжаусыз күйге түскелі тұр. Ем ертерек Жиңжуға табан тіресеңіз, сау-саудан қорықпас едік.
басқа не айтсаңыз да мақұлмын. Жеңжуді алу қолымнан келмейді. Леу Жеңшің менің ағам. Мейір шапағатына бөлінгім. Басына күн туғанда отан ойрандай алмаймын. Баяғыда айтқанмын. Жеңжуді сіз алмасаңыз, сау-сау алады. Жеңжу мен Шаңяңдағы 9 аймақ сіздің гүлдеріңіз бен күркеуіңізге саяды. Ем, жақсырақ ойланыңыз. Күңмин. Өмір бойы қайыр мен әділеттік негіз етіп келемін. Сау-саудан ең үлкен парқым да сол. Әділетсізге өлсем де баспаймын. Ем, Жеңжудан елші келді. Тез шақыр. Ләппәй. Қанағасы, еміздің әртеңе бер қан құсып, есі барды жоқты жатыр. Ем сізді шақырады. Дереу барайын. Тоқтаңыз. Сен барып, шай ішіп деміл отыр. Еміз киімін алмастырып алсын. Рахмет, қанағасы. Ем, Жеңжуға барғаныңыз өте қатерлі. Жеңшің аға хал үстінде жатса қаншалық қатер болса да барамын. Онда жауын ертіп алыңыз. Жауын 3 жасақ ертіп, қасыңыздан бір ел айырылмасын. Шәрайт, мақұл. Мұнан тыс, Леубяу ақтық өсиетін айтуы мүмкін. Егер Жеңжуді сізге тапсырып жатса, әсте бас тартушы болмаңыз. Қабылдаңыз. Жоқ. Леубяу көз жұмса, Жеңжуді қалайша алмайсыз? Леубяу көз жұмса, баласы Леучи мұрагер болады. Жеңжудің қожайыны сол болуға тиіс. Жеңшің аға. Келдің бенім. Жеңшің аға. Леучи қайда? Леучи неге келмейді? Ем, оны шақырып келуге адам кетті. Жаңшы алыс қой. Бірнеше күн кетеді. Сендер шыға тұрыңдар. Құлдық. Барлықтарың шыға тұрыңдар. Сүйікті бауырым-ау. Сүйікті бауырым-ау, науқасының беті жаман, көп ұзамай көз жұматын сияқтымын. Олай демеңізші. Келер жылы көктемде күн жылып, гүлдер ашылғанда тәуірленіп кетесіз. Маған ондай күн қайда? Інім-ау, сөзіме құлақ салшы. Мен емделіп жатқанда көп ойландым. Ұлдарым Леучи мен Леузың бос мойын болды ғой. Олар Жеңжу мен Шаңяңдағы 9 аймақты ұстап тұра алмайды. Менің көзім жұмылған күні Жеңжуді өзің өткізіп ал. Мүлде болмайды. Әсте қабылдай алмаймын. Сайжуң сайқы! Меннегі қамалға кіргізбесіңдер! Иеміз сізге Jiangxiаны қорғасын, өз бетімен кетіп қалмасын деген. Әкемнің науқасы салмақты деп естідім. Қақпаны ашыңдар, әкеме жолғамын. Ол өсек. Соғанда сенесіз бе? Иеміздің науқасы салмақты болса, біз қаланы бекемдеп сақтық жасаймыз ба? Мырза, Jiangxiға қайтып кетіңіз. Ағаттық туылса арқалай алмаймыз. Сендердің іштеріңе бүккен арамзалықтарың бар. Әкемнен Жеңжуді тасып алмақсыңдар. Мырза, сая өлетін бұлайша қараламаңыз.
Endi ketpeytin bolsanız, bizge ökbölemeyiniz. Ketiniz! Gençoğda sen şu an emez olsun dağı sanmıdağın bu karavuşun özüne tapsırdım. Olardan savsavdık bu odanın olumun kalmayımın. Ağa, Liuchi Mırzаны Jingju'dың иесі деп бекітсең сай деді. Мен оған шын ниетімен көмектессем. Маны мен баяғыда ойлағанмын. Liuchi Jingju'дың иесі болған күнде де құра таққаны ол ұлыстың дізгінін ұстай алмайды. Бос белбеу біреу. Байтақ Жingju'дың билігін алса қандай болады? Сілекейі шұбырып, қасқырлар төнет. Күшті жау сұғынға дайды. Басқаны бұлай қойғанда сау-сауақ алдымен ауыз салады ғой. Әнім-ау, өзің ұлы мақсаттың адамысың. Сен ие болсаң ғана күшті жауға төтеп бере аласың. Оның үстіне қатын балама бас көз боласың. Бұл Жingju'дың бағы әрі менің бағым болады. Аға, мен қайда жүрсем де екі бекзаданы өз баламдай көремін. Бірақ мен орайдан пайдаланып Жingju'ды алуда менің көңілім әсте қаламайды. Әттен сен бе мені? Ем, қарауылшыдан хабар келді. Сау-сау 500 мың жасақ бастап Жingju'ға келе жатыпты. Шинеге 80 шақырым қалды дейді. Ем, Шинеге қайтайық. Аға, сау-сау келе жатыр екен. Кетпесем болмайды. Әнім-ау, айтқан сөзім есіңде болсын. Есіме берік сақтадым. Аман келсеңіз болды. 2 сағаттың алдында сау-сау пәншіңді алды. Қашқан сарбаздарды Гуаньи мен Жаңфи Шинеге келіп алды. Мөлшерлеуімше сау-сау ертең Шинеге шабуыл жасайды. Сондай тез бе? Пәншіңнен айырылған болдық қой. Сондай тез болды. Сау-саудың 500 мың қолмен аттанып, осынша тез қимылдағандағы мақсаты Жingju'ды алмақ екені айдан анық. Тұтқан жасақтардың айтуынша, сау-сау қорған бұзатын талай жаңа қаруға келіпті. Қазіргі күшімізбен Шинені қорғай алмаймыз. Қандай ойыңыз бар? Ем, Liu Biao Jingju'ды сізге тапсырды ма? Маған Jingju'ды ал дейді.
Мен бас тарттым. Әрі Леучиді Жеңжудың иесі етіңіз. Мен шын ниетіме көмектесейін дедім. Ойлағанымдай болған екен. Ием, бізге табан тірерлік берік қамал керек. Оныңыз жөн. Алайда Жеңжуға соғыңызды қадамаңыз. Жеңжуді алудан бас тартарымды білгенде басқа мал ойлап қойған болдыңыз ғой. Әрине, Шиені тастап, Жаңшаға шегінейік. Қаланы тастаймыз ба? Бізде мұнан басқа мал жоқ. Жаңшаны Леучи қорғап отыр. Ол араның қорғаны берік, астық жем-шөбі қару-жарағы мол. Леу мырзаның бүйрегі маған бұрылып тұрады. Жаңшаға табан тіреп, Леучимен біріксек, сау-саумен жағаласып, сәтін күтуімізге болады. Жарайды. Сенені тастап, Жаңшаға шегінейік. Сонда сау-саумен сайысып көрмей, осылай кетіп қаласыз ба? Ием, алаңсыз болыңыз. Алдыңғы жолы өрт қойып, Шахудының қолының жартысын жойдым. Сау-сау Шахудының иттерсін басына қаттыға шығар. Сау-сау өзі келген екен. Оған да май шелпегін жегізіп қояйын. Жарайды. Ақылшы, жасақты жұмсай беріңіз. Айтқаныңыз болсын. Көнсанғын, сіз 3000 жасақпен Байхозеннің жоғарғы қарына барып бекініңіз. Жасақтар бірден дағар алып, оған құм толтырып Байхозенің бөгөсін. Ертең түнгі 3-ші дабылда төменгі ағарда олар шу болғанда құм дағарды алып суда ағызсын. Сонан өзен жағалап лап қойыңыз. Әміріңізге құлдық. Алайда ақылшы, аттың жалы, түйенің қомында 3000 дағарды қайдан табамын? Көнсанғын, 5 күннің алдында ақылшы маған 3000 дағарды дайындатып қойған. Оңтүстік қақпада жиылды тұр. Қаладан шығарда ала кетсеңіз болғаны. Әміріңізге құлдық. Жаңсанғын, бармын. 3000 жасақ бастап, болин өткелінен бекін салыңыз. Сау-сау қолын суа кеткенде, қалған жан сауғылап сол арадан өтеді. Сол орайда қырғидай тисеңіз болды. Әміріңізге құлдық. Зұлың, сен 3000 қол бастап, оны 4-ке бөл. Өзің бір бөлігін бастап шығыс қақпаға жасырын. Қалған 3 қосынды батыс түстік терістік қақпаларға орналастыр. Сау-сау қолы қалаға кірген соң бұқараның үйлерінде демалады. Мифаңды жұмсап, тұрғындардың үйінің төбесіне күкірт жанар заттарды жасырып қойдым. Ертең ымырт үйірлі дауыл соғады. Жел тұрғанда 4 қақпадағы жасақтар қаланың ішіне от жеп атсын. Қаладағы өрт үдей түскенде 3 қақпадағы қосын айғай сүрен салып, үрей тудырсын. Шығыс қақпаны ғана бос қойыңдар. Әміріңізге құлдық. Гуанпин, Люфың жарлық. Барымыз! Екеуің 2000 қол бастап, жартысына қызыл ту, жартысына көк ту ұстатып, Шине қаласының сыртындағы шойбы жотасына бекін салыңдар. Сау-сау қолы жеңіліп қашқанда, қызыл тулы қосын сол жақтан, көк тулы қосын оң жақтан туды желбірете беріңдер. Сау-сау қолы әрі-сәрі болып шабуылға батылдық етпейді. Сол кезде өкшірей қуып, сау-сау қолы түгелдей, болин өткеліне тықсыратын болыңдар. Ләппай! Сіздің шеп жайғаныңызды көргенде, театр көргендей болып тұрман. Ойынның әкесін ертең көрерміз. Ием, ертеңгі шайқаста сау-сау қолының жеңілетіні мұнда тұр. Қолымызды шегіндіруге уақыттан ғана ұтамыз. Біз сау-саудың 500-ның қолын күйрет алмаймыз. Сондықтан Шинені тастап, Жаңшаға баруымыз керек. Мұны түсінемін. Ием, іс қиын болып тұрғаны. Ертеңгі қанды қырғында Шиненің күл талқаны шығады. Қаладағы 180 мың бұқараны қайтеміз. Соны айтам. Дұрыс. Бұқараның үйін өртеп жіберсек, олар баспанасыз қалмай ма? Сондықтан ақылшы, олар басқа аймақ ауданға көшіп кетсін деп астық, жем-шөп, алтын, күмісімізді түгелдей бұқараға таратып беруді бұйырды. Солай болуға тиіс. Жарайды, солай болу керек. Алайда бұқара бұған көнбей жатыр. Олар қанағасы қайда барса, біз де сонда барамыз. Қанағасына ерсек, күніміз жаман болмайды дейді. Жарайды. Жарайды. Халық тілегі қалқан ғой. Құлақтандыру шығарыңдар. Қаладағы қарайған халық менімен бірге Жаңшаға көшсін. Бұл
төдесін айт деп айыпқа бұйырмаңыз. Бұқараны ертіп ұзақ сапар шегуге істеп болмайды. Жаңша осыдан 280 шақырым жерде 180 мың кәрі жасты ертіп, күніне мықтағанда 30 шақырым ғана жол басатын шығармыз. Сау-саудың аты жаса қуып жетсе, онда барлығымыз қынадай қырыламыз ғой. Әмірімді тыңда. Бұқараны алып кетеміз. Соғыс болса, Бұқараны мен тастап кетуіне болады. Бірақ мен Бұқараны тастай алмайым. Ием, Бетімге келіп болдым, енді айта бермеңіз. Бұқара мені тастаса тастап кетсін, мен олар тастай алмаймын. Иеміз арасында ерекше жаралған адам ғой. Біз ақылдаса келе, еміздің өсиеті бойынша Леузон Бекзада Чинжудың иесі болсын деп келістік. Нағашы, әкемнің топырағы жасырылмай жатып, сау-саудың қалың қол қаптап келеді. Енді қайтеміз. Кішием, ақыл парасатыңыз сау-саудан қандай? Оған жеткен қайда? Онда Чинжудың жасағы мен ат көлігі сау-саудан қандай? Ол да жетпейді. Ем зерделісіз. Сау-сауға бағынудан басқа амал жоқ. Сонда ғана Чинжуды ама сақтап қала аламыз. Әйтпесе, соғыс бұрқ ете түссе, тау өзеніміз тас-талқан болып қынадай қырыламыз. Ата дәулетімізді аманалық балғанды қойып, сіздің бас амандығыңыздың өзі тіліме шоқ дейсін. Лю әулетінің ғасырлық ата дәулетін сонда сау-сауға қос қолдап сұна салам ба? Сау-сауға емес, сарайға бересіз. Олы хан патшалығы Лю әулетінікі ғой. Сау-сау сол сарайдың бас уәзірі ғана. Олы хан патшалығының нағыз иесі өзіңізбен бір әулеттен шыққан көктің ұлы. Чеше, сіз қалай ойлайсыз? Саймау, менің бір талабым бар. Сарайдың құзырына қараған соң, Леузон Чинжудың дуанбасы бола береді. Менің балаларым ұрпақтар бойы Чинжу Шаңяндағы 9 аймақтың билігін иемденеді. Бәт, ием ханым. Жарым айдың алдында бұл істі бас уәзір сау-сауға айтқанмын. Ол не деді? Бас уәзір көзімше тәңірге ант берген. Бүкілдей құптаймын, айтқанымнан қайтпаймын деді. Балам, онда сарайға бағынайық. Чинжу Шаңяндағы 9 аймақтың қалам қару төрелерін қара қалқын бастап, орданың құзырына қарадым. Бас уәзір, таңбамды қабылдаңыз. Мен көктің ұлының жарлығы бойынша Леузонға Чинжу дуанының дуанбасы Шаңян бек лауазымын бердім. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, Чинжу Шаңяндағы
тоғыз аймаққа мәңгі әмір жүргізеді. Жасасын, жасасын, мың жасасын. Жасасын. Ендеше Леузон Таңбанал